Қазіргі таңда абысыным мен апалы-сіңлідей татумыз деп бір-бірін сыйлап, өзара бақталаспай, түсінісіп, ауызбіршілікте араласып-құраласып, шүйіркелесіп жүрген абысындарды кездестірмедім. Бұл жағдайға таң қалмаймын да. Өйткені біздің қоғамда бір-бірімен күндес абысындар көзге үйреншікті, қалыпты жағдай секілді болып кеткен. Ағайынның арасын біріктіріп, көңілді кіріктіретін де әйел екені анық. Бауырлар арасына дәнекер болып, татулықты дәріптейтін де осы арулар. Ал сол ағайынның ара-жігін ажыратып, қырғи қабақ қылып, алшақтатып, айтыстырып қоятында тағы осы ақжаулықтылар. Ащы болса да, бұл шындық. Абысын ағайынды туысқан жігіттердің жарлары. Осы абысындар арасындағы достық пен сыйластық бүкіл әулеттің достығына алып келеді. Әулет мықты болатын болса, бір ауыл мықты. Ал бір ауыл мықты болатын болса, бұл мемлекеттің түбірі мықты деген сөз. Қазақта абысын тату болса, ас көп, ағайын тату болса, ат көп деген мақал бар. Осы орайда ағайынның татулығы осы ақжаулықты абысындарға байланысты екен дәріптейтін бір әңгімені айтып кетейін. Ертеде бір-бірімен тетелес өскен екі ағайынды жігіт әйел бала-шағаларымен бір аулада өмір сүреді. Екеуі де, әйелдері де бір-бірімен әй-шәй деп сөзге келмей тату-тәтті өмір сүреді. Енші алып бөлек кету деген тіпті ойларында да болмайды. Балалары да туған бауырлардай бір-бірімен араласып-құраласып кетеді. Олардың мұндай татулығына сүйсінген ауыл адамдары екеуінен мұның сыры сұрағанда ағасы інімнің кішіпейілділігі, мықтылығы десе, інісі ағамның кеңпейілділігі, ата-анамыздың тәрбиесі осылай болатын деп жауап беріпті. Олардың мұнысын естіген әйелдері, яғни абысындар, екі ағайындының татулығы біздің арқамыз, бұл жерде біздің де талай үлесіміз бар екенін ескермеді-ау бұлар. Олай болса, біз оларды сынап, бір қызық жасайық, деп өзара жоспар құрады. Арада біраз уақыт өткенде дастархан басында ет жеп отырған інісіне әйелі: осы қайнағам біздің балаларға үнемі артқы сирақты береді. Ал өз балаларына адамдардың алды болсын деп алдыңғы сирақты беріп отыр. Міне көрдің бе сенің ағаң қандай? Деп құлағына сыбыр ете қалады. Мұны естіген күйеуінің көңіліне күдік ұялап ойланып қалады. Осындай ұсақ-түйек дүниелер жинала келе інісінің көңіліне ағасына деген өкпереніш, ыза, кек пайда болады. Кез келген нәрсеге бола ілінісіп, үнемі керісіп жүреді. Ақыры араларына сызат түсіп, інісі басқа жаққа қоныс аударуға бекінеді. Ашуы тарқамаған күйі әйеліне: үйді жығып қой, деп өзі ауыл ішінен көшуге жарамды ат іздеп кетеді. Алайда ешкімнен жарамды ат таба алмай қайта айналып келсе, әйелі үйді жықпай отыр екен. Үйді жықпаған дұрыс болыпты, ешкімнен жарамды ат таппадым, дейді салы суға кетіп. Әйелі: олай болса бір қойды сой, кешкі астың қамын жасайық, дейді де малдың алдыңғы және артқы сирақтарын алып: мынаның алдыңғы сирағы қайсы, артқысы қайсы, айтып берші, дейді. Күйеуі ары қарап, бері қарап, ажырата алмаған соң ағасына барып сұрайды. Сөйтсе, ағасы да ары қарап, бері қарап, ажырата алмайды. Сонда әйелі: алдыңғы сирақ, артқы сирақ екенін ешкім де ажырата алмайды. Біз сіздердің сыйластықтарыңыздың қай шекке дейін жететінін сынамақ болып, осындай айлаға барған едік, деп наздана күлімсірейді. Сонда өзінің қателігін бірден түсінген інісі ыңғайсызданып: етіңді көбірек сал, менен бір қателік кеткен екен, деп ағасы мен жеңгесін қонаққа шақырып кешірім сұраған екен. Бұл әңгіменің түйіні отбасындағы келіндердің татулығы, олардың келген әулетті бақытты етуге күш салып, өз миссияларын дұрыс түсінуі,
біраз мәселені шешімі екен. Әр әулеттің өзіне тән саясаты болса, сол саясатты жүргізіп болашаққа стратегиялық жоспар жасайтын әйелдер қауымы. Ақылды әйелдер мәселені өзара шешіп тастайды, оны ер адамдарға жеткізбейді. Ағайын бауырлардың тату болуын тетігі ол абысындар екен. Атақты бұқар жырау ұрпағын жыл өткен сайын өмір ағымымен өзгерерінде алдын ала болжағандай, өзіңнен туған жас бала саудагердей сарт болар, өзіңмен бірге туысқан алаштан бетер жат болар, дейді. Рас, бүгінде абысын араз бауырлар бір-бірінен алшақ. Бірақ қазақ деген ұлы елдің ұрпағы, бабалар аманатына кір жұқтырмауымыз қажет. Ағайынның татулығы алты алаштың арманы, абысының татулығы барша ауылдың арманы деген қанатты сөз бекерге айтылмаса керек. Тек арзан дүние үшін араздасып, қымбатынды жоғалтуға болмайтын жастар бойына ерте бастан сіңіруіміз қажет. Алла тағалам ақжаулықты аруларымызға сана мен сабыр, жүректеріне иман берсін. Әмин.